Әке самайында ақ шаштаған бала өз маңдайында бақты бағалай білмейді. Қарныс қалай қымбатты көрермен. Бүгінгі эфир мен үшін және қымбатты адаммен кездесу. Ол менің асқар тауым Айтжанов Жандос Абайұлы. Әке, бүгінгі өнегері 15 минутымызға қош келдіңіз. Қазақ ақындардың арасында арнап өлең жазбаған тұлға жоқ. Жалынды жырларымен қолтаңбасын қалдырған Фариза Оңғарсынованың әке туралы мазмұны терең екен. Соны сізге арнағым келді, қабыл алыңыз. Әкем біреу, анам біреу менің. Мен жығылсам сүйенер тіреу. Олар барда мереке көрген емен. Мен жығылсам сүйенер тіреу. Олар барда мереке көрген емен, қабақтарын шытқаны түнергенін. Менің досым әкесін жек көреді, бізбен ісі жоқ оның деп сөгеді. Жамандайды сыртына түстенеді, бір-біріне бітпейді өкпей берді. Дос тапса да, адамдар тапса дағы, әке жалғыз табылмас ақшаға да. Жамандасаң әкеңді саған әкеп, жақсы әкесін бере ме басқа бала. Әке білек саусағы балалары, қан тамырымен жалғасқан аралары. Ана тамыр бойымен бәріне де тіршіліктің жылуы таралады. Әкеде де әке, балада бала бар деген Міржақып Дулатұлы. Әке өз әкеңізді тыңдамай кейін өкінген кездеріңіз болды ма? Қош көрдік, балам. Бүгінгі өнегелі әкемен 15 минут айдарына келіп отырмыз. Жақсы орынды сұрақ қойып отырсын. Мен енді әкемнің сұрағыңа байланысты айтайын. Әкем енді мен бала кезімде маған өз әкесі атам, яғни Сәрсенбай атам мұғалім болған. Маған мұғалім бол деп айтқан негізі бала кезімізде. Мұғалім боласың, математикадан мұғалім бол деп бағыт бағдарын берген. Бірақ енді мен мұғалімдік таңдағанмен мұғалім болып қызмет атқарған жоқпын. Егер де уақытты кері қайтару мүмкіндігі болса, не істер едіңіз? Егер уақытты кері қайтару мүмкіндігі болса, мен әрине бірінші білім жолын таңдар едім. Білім жолында өзімнің жаңағы жіберген қателіктерімді қайталамас едім. Ғылым, білім жағына өзімді сол салаға арнауға бет бұратын едім. Сіз маған өмір бойы есімде сақтайтын қандай ақыл айтар едіңіз, және ол сіз менің бойтұмарыма айналу керек. Балам, енді саған айтар ақыл кеңесім: бірінші, білімді бол, һәм зейінді бол. Ең бастысы қазіргі мына 21 ғасырда білімге бетбұрыс жасаған ғасыр ғой. Сосын алдағы уақытта жаңа жасанды интеллект дамып жатыр, технологияның дамыған заманы. Осы тұрғыдан мен саған тек білім жағына үлкен мән бер деп айтқым келеді. Рухани құндылықтарды, қазақтың салт дәстүрін дәріптейтін салиқалы саналы ұрпақ бол дегім келеді. Әке, бүгінгі өнегелі әңгімеңізге рахмет. Жалғыз маған емес, ұлт болашағым үшін барлық балаға ақыл деп есептейміз. Жұлдызыңыз биік, бақытыңыз баянды болсын. Сіздермен бірге болған Абай Ибраһим және менің әкем көңіл қойғаныңызға көп рахмет. Біз сіздермен қоштаспаймыз, келесі кездескенше.